Бүгін сіздерге тенші өнімдерінің ішіндегі майда еритін витаминдері бар Викан капсулалары жайлы ақпарат бергім келеді. Жалпы оңтүстікте тұратындар, Өзбекстан халқында салт дәстүр бар. Ерте көктемде сүмәләк қайнатады. Бұны енді біздің шымкенттік жерлестеріміз өте жақсы біледі, себебі Шымкентте де осы нәрсе жасалады. Ерте көктемде қыстан витамины азайып шыққан, бала көтере алмай жүрген жас келіншектер қысымен бидайды өндіріп, ерте көктемде енді целый процедура ол қазанға жаңағы өнген бидайды талқандап, нават қосып, енді өзінің қосатын нелері бар, ингредиенттері бар. Үлкен қазанға сүмәләк қайнатылады, ырымдалады. Жаңағы барлық үйдегі жас келіндер, қыздар, әйел кісілері бәрі жиналып, осы сүмәләкті қайнатып, оны бүкіл ауыл адамдарына тарқатады. Ол салт дәстүрдің негізі неге қаланған? Қыста адам витаминоз болып шығады, консервіленген нәрсе желінеді, кепкен нәрсе желінеді, қысымен ет желінеді күн суық болғандықтан. Көктемде организмге жетіспеген витаминдерді, қысымен жетіспеген витаминдерді толықтыру мақсатында, ағзаны байыту мақсатында осындай өнген бидай қайнатылады. Мына осы Викан витамин Е мен бета-каротин негізгі құрам бөлігі, яғни өнген бидайдағы витамин Е мен бета-каротинді нанотехнологиямен, биоинженериямен обработкадан өткізіп, капсулалардың ішіне салған. Енді осындай жаңағы бір упаковка Виканның ішінде 30 капсула бар. Осының 1 килограммын өндіру үшін 1 тонна бидай өндіріледі. Ол жаңағындай нанотехнология бойынша обработкадан өткізіледі. Осылайша Виканның капсулалары дайындалады. Яғни бұл деген сөз, мысалы, бір қазан, сравнительно бір қазан сүмәләкті жегенде ағзаның алған жаңа пайдалы микроэлементтері, витаминдері осы бір упаковка Виканның ішінде бар деген сөз. Енді Виканның менің жағдайымда бауырыма қалай көмектескендігі. Бұл біріншіден антиоксидант, екіншіден бауырдың клеткаларының жаңаруына қатысатын витамин. Негізі бауыр бізде ағзамызда жаңағы бауыр майлы витаминдерден, жалпы хороший холестерин дейді ғой, жеген тамақтағы майдан мидың клеткаларын және половой гормондарды өндіреді. Сондықтан бауырға майлы витаминдер өте қажет. Екіншіден, Виканды антиоксидант дейміз, яғни ол организмдегі біздің лимфоциттерімізді бос радикалдардан босатып, иммундық клеткаларымызға өзінің жұмысын атқаруға жағдай жасайды. Міне осылайша менің жағдайымда Викан бауырды біріншіден витамин Е мен бета-каротин мен қоректендірді. Екіншіден, қандағы менің иммундық клеткаларымды жаңағы бос радикалдардан босатып, иммунитетімнің жоғары дәрежеде жұмыс жасауына, қандағы гепатит Б-ның вирустармен күресуіне көмектесті. Сондықтан менде жаңағы фиброз 2 стадиядан фиброз 0 стадияға дейін бауырымның тазаруы және қандағы вирустың жылдан жылға төмендеуіне атсалысып келе жатқан өнімдердің бірі.